Дияр Аманәлі жуырда жасөспірімдер арасында әлем чемпионы атанған палуан. Ол грек-рим күресінде өткен байрақты дода кезінде алтын медаль жеңіп, ел туын Венгрияда көкке көтерді. Спортшыны жеңісімен құттықтап келген шымкенттік кәсіпкер палуанға автокөлік сыйға тартты. Сондай-ақ Диярға жоғары оқу орнына білім гранты сыйлыққа берілді. Бұл жолдама оған спортпен оқуды бірге алып жүруге мүмкіндік береді. Және де жасөспірімнің жетістігіне өлшеусіз үлес қосқан бапкерлер ұжымы да қаржылай марапатқа ие болды. Мына біздің жеңісіміз, біздің Дияр Аманәлі палуанымыз грек-рим күресінен 17 жасқа дейінгі әлем чемпионы атанды. Бір адамнан, екі адамнан әлем чемпионы құралы өте қиын, сондықтан біз командалық түрде біз осы әлем чемпионы шығардық деп ойлаймын. Бұл жеңіске жету үшін Дияр 10 жыл бойы тынбай жаттықтанған, бапкердің де еңбегі орасан. Содан болар бұл жолға әлемдік додада шымкенттік палуан 5 белдесу өткізіп, 5-еуінде жеңген. 5 белдесу өткіздім, 5-еуінде жеңіс. Бірінші палуан грек өкілі, айқын басымдылықпен жеңдім. Екінші палуаны Ресейдің палуаны. Ал үшіншісі Грузин болса, төртіншісі жартылай финалда Болгария өкілімен шықтым. Ал финалда Венгрия өкілімен шықтым. Дияр Аманәлінің жеңісі өскелең ұрпақ үшін үлгі. Ал ағалардың сыйлығы жас спортшының өзі үшін ынталандырудың бір жолы. Диярдың өзі болса, Олимп шыңын бағындырсам деп армандайды.